Еркебұлан мен Айжан сезім бағы жобасында жұп болған, бірақ олардың қарым-қатынасы тоқтады. Айжан жобадан бас тартқан сияқты, бұл олардың арасындағы қиындықтармен байланысты болуы мүмкін. Еркебұланның оған деген сезімдері болған, бірақ олар бірге қала алмады. Және де экспомен болған жайтты Еркебұлан көрсетіп түсіндірген болатын. Қалайсың, Айжан? Күшті, өзіңіз? Саман, сен демалыс қалай еттің? Наурызда қалай тойлаттың? Күшті, үйде болдым, келесі күні уже жұмысқа шықтым. Сенсің. Эфирге келмедің ғой? Мен сұранған едім, сол бір күнге жұмыс бабымен. Экспо не сейчас? Экспо андай. Экспо бір ғана головоломкада қандыра бар ғой, кәпір жүреді, соған ұқсайды. Давай целоваться. Ей, на стористі Еркебұлан көрейін. Негізі осындай видео болған. Менің қызыма осындай қылық көрсеткен үшін барып, осы жігітпен сөйлескен болатымын. Себебі Айжанды білмеймін, бірақ бұл менің намысыма тиді. Ал сөйтсе, қызыңды қорғап сөйлессең, бұл абьюзерлік екен. Қайырлы күн баршаңызға, ораза айт мерекесі құтты болсын. Мен последний салып атқан стористі түсініп атқан жандар болса, кеше мен эфирден шығып кеткеннен кейін мен туралы әңгіме болған екен жанамды. Агрессивный тағы да келді, экспоны сыртқа алып кетті. Мен бетінен сүйінші деген соған ашуланды деген сияқты әңгіме. Ол жерде бетінен сүю туралы әңгіме болған жоқ. Сондай болу үшін соның бәрін халық көрсін деп мен әдейі салып отырмын. Давай сүйсейікші, жаңағыдай іс-әрекеттері мен намысыма тиді, мен сол үшін барып сөйлестім. Экспоның өзін сыртқа шығарып, адамша мен оны агрессиямды ештеңені көрсеткен жоқпын. Адамша түсіндірдім, как еркек ретінде. Ол сразу түсіндім, брат, мен ойымда жаман ой болған жоқ, ана деп кешірім. Еркебұлан мен Айжан сезім бағы жобасында жұп болып, бір-біріне сезім білдіргенімен қарым-қатынастары ұзаққа созылмады. Айжан жобадан шығып кетті. Бұл олардың арасында белгілі бір қиындықтар болғанын көрсетеді. Еркебұланның оған деген сезімдері болса да, олар бірге қала алмады. Бұл жағдай жанкүйерлер арасында қызу талқыланып жатыр. Кейбір көрермендер Еркебұланның Айжанға деген шынайы сезімдерін бағалап, олардың қарым-қатынасының аяқталуына өкініш білдірді.